Бисмиллахи валхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллахи. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Зулхиджа айының сипаттауы. Негізгі 4 сипатпен пайғамбар саллаллаху сипаттаған. Ең біріншіден бұл ең абзал күндер. Пайғамбар саллаллаху хадисінде келгендей, «Ма мин айям ал-амалу фиха», қандай да бір күн болмасын дейді. Ал-амалу фиха, амал дейді. Онда дейді, афдолу мин айямил ашр дейді. Афдолу, ең абзал дейді, осы 10 күн дейді. Біріншіден, ең абзал күндер. Екіншіден, бұл ең ұлы күндер. Сол сияқты хадисте келгендей, «Ма мин амалин әска индаллахи уала азаму ажра» дейді. Қандай да амал болмасын дейді. Әска, ол игі дейді, таза дейді. Индаллах, Аллах тағаланың құзырында, уала азаму ажра дейді. Және оның сауабы дейді, аъзам, ең ұлы дейді. Мин хайрин яъмалаху, және бір қайырлықтың жасалуы дейді. Яғни салихал амалдың, жақсылықтың жасалуы, оның сауабы аъзам дейді, ең ұлы дейді. Фи ашри адха, осы 10 күні дейді. Осы 10 күні дейді. Сол сияқты үшінші сипаты пайғамбар саллаллаху әзка дейді. Яғни ең игі, ең таза амалдар дейді, Аллахтың құзырындағы. Сол сияқты бұл төртінші сипаты пайғамбар саллаллаху сипаттауы ең сүйікті күндер. Аллах тағаланың алдындағы, Аллах тағаланың құзырындағы ең сүйікті күндер. Мәмин аямин әл-амалу салиху фиха ахаббу илаллах. Қандай да бір күндер болмасын дейді. Әл-амалу салиху, салихал амалдар дейді. Фиха, онда дейді, ахаббу илаллах, Аллах тағалаға ең сүйкімді дейді. Мин хадил аям, осы күндері дейді. Жалпы пайғамбар саллаллаху Зулхиджа айының сипаттауы осы негізгі 4 сипаттан тұрады. Аллаху тағала алам.